Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын сосиска в тесте рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет су, қант, ұн, сұйық май, тұз, ашытқы және сосиска. Суымыз жылы болу керек. Суымызға қант, тұз және ашытқыны салып, барлығын араластырамыз. Илектен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жапсатын болу керек. Содан соң сұйық майымызды құйып, илеп, бетін жауып, қамырымыз ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Көбірек ұн сеуіп, ыдысымыздан қамырды ұнның үстіне саламыз. Видеодағыдай жасап, қамырымызды жаямыз. Қамырдың жайылған жұқалығы шамамен 1 сантиметрдей. Содан соң жайылған қамырды ұзыншалап жолақшаларға кесеміз. Бірден кесіп, сосисканы ораған дұрыс, өйткені қамыр өте жұмсақ. Сондықтан тезірек орап алу керек. Оралуы видеода көрсетілген. Бұл сосисканы ораудағы бірінші түрі. Екінші түріне кішкене бөлігін алып, осылай жайып, ортасына сосискамызды қойып, пышақпен кесеміз және осыларды айқастырып, өріп шығамыз. Бұл да өте әдемі көрінеді. Табамыздың астын майлаймыз, немесе пергамент қағазын төсеп, сосискаларымызды жұмыртқа жағып, бетін қалыңша әсемдесеңіз болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 45 минут пісіріп аламыз. Біздің сосиска в тестеміз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек, әдемі, дәмді болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.